Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге айраннан өте жұмсақ, дәмді болып шығатын оладьи жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: айран, ұн, қант, 2 жұмыртқа, сода және де шым-шым тұз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстінен шым-шым тұзымызды қосып, және де қант қосып араластыратын боламыз. Ендігі кезекте айранымызды құйып, тағы да жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Енді ұнды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Жақсылап араластыру қажет. Ұн іртік-іртік болып қалмау үшін ұзағынан араластырыңыздар. Біз ұнның бәрін толығыстай араластырып болдық. Мінекей бізде осындай шығуы қажет. Сұйықта емес, қатты қоюда емес. Енді біз оның үстінен соданы қосатын боламыз. Тағы да араластырып 10 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жақсы көтеріліп, оладьи жақсы шығатын болады. Қысып тұрған майға үлкен қасықпен сала отырып оладьи пісіреміз. Қызып тұрған майға шамамен 1 минуттай ұстайтын боламыз. Енді келесі жағын аударамыз. Біз келесі жағын аудардық. Осындай сарғыш түс болып шығады. Піскен оладьиді ақырындап аламыз. Оладьиді қоятын кезде астына салфетка я болмаса газет қойыңыздар. Сол кезде майды жақсы сіңіріп алады. Біз барлығын пісіріп болдық. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.